Бізді құтқарып қалдың. Бәрекел, футбол жанына топ-топ, томалайды топ-топ, сүйзай слот-тот, вайнот, жап-жасыл зип-блок, бұдан ағыз интро, бір-бірін тыңдамайды сөздір, бұда пинг-понг, канский кеш-кәш, қатып қалды клип-бол, кірсем үйде, көрінбейді дикто, домофоннан бір бит-бокс, мынаватыр динг-донг. Менде фокс, мокси, флоу, марафони, темір адам ойнамайды мынаны қара туни, айналада түрлі түсті ләмылы пуни, философитімі свәп, бәмірі төми, сенде кокс-бокс, кеттің марафони. Бәрекел. Аузыңа ие болшы. Бізді Криса деген кеп тұр ма? Ең кім алды флешканы сендер алмасаңдар? Бұл жиге қойыңдаршы, Толик. Не Толик? Мына придурок қой бастап тұрған. Жап аузыңды, Не болды сен? Жиги. Біз осы флешка үшін құйрықтарымыз тіктік қой, ешкім бармайды ондайға. Бүгін үйіңе барамыз, сосын табамыз флешка. Үйдің бәрін ақтардың, жоқ. Арамызда Криса бар. Мүмкін сен шығарсың сол флешканы тықып қойған. Бізді пайдаланып сатып кеттің келді ма? Капец, Асан, реально? Қуасыңдар ма сендер? Қыздар, жігіттер, давайте бүгін ұрыспай қойықшы. Сендер сақ басым ауырып тұр. Бәрі жақсы ма? Может, теге қайтасың? Қайтпайым, нормально бәрі. По-любому өзі тықып қойды ол флешканы. Сөзіңе жауап бересің бе? Жауап берем конкретно. Жиги қойыңдаршы деймін. Всем привет. Привет. Түрлеріңе не болған? Группадағын оқымадың ба? Флешка жоғалып қалды ғой. Нама? Ая, қайдан алдың сен? Сендерге пранк жасайын дегем. Ты чё, гонишь? В смысле пранк? Тым күлкілі емес. Ну, значит, шутка не удалась. Мынаған не болған? Айтпақшы, жауаптарды не істейміз? Не істейміз дегенде жаттаймыз. Енді аз уақыт қалды. Давайте бар күшімізді соған салайық. Әйтпесе бәрі бекер болады ғой. Сонда біздің жоспарымыз осы болды ма? Осы миллион сұрақты жаттау ғана болды ма біздің жоспарымыз? Басқасында жоқ па? Үзбек, Дәмеле қайда, жазбады ма саған? Сәлеметсіздер ме, кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Апай, кешегі үшін кешіріңізші бізді, пожалуйста. Апай. Үлкен ят болып, кешіріңізші. Дәптерлерімізді ашамыз да бүгінгі тақырыпты жазамыз. Апай, біз сіздер шынымен ренжіткіміз келмеді. Апай, енішпеймін, уәде берем. Басым әлі ауырып тұр. Біз үнемі бірдеме бүлдіріп сізді ұятқа қалдырамыз, бірақ біздің кесірімізден сіздің проблемаларыңыз болғанын қаламаймыз, апай. Өте қатты ұялып тұрмыз, апай. Кешіріңізші. Кешіріңізші, апай, пожалуйста. Отырамыз да дәптерлерімізді ашамыз. Бізді кешірмегенше біз осылай тұрамыз. До конца. Апай, біз шынымен қатты ұялып тұрмыз. Өтінем, кешіріңізші. Отыра беріңдер. Бәрі жақсы. Дәмелі. Сәлем, пап. Мен кешігіп жатырмын, бара берейін. Тұра тұр, саған айтатын сөзім бар. Егер кешегі туралы айтқым келсе, мен күнәлімін, мойындаймын. Қызым, сен түсін. Мен сен ойлағандай жаман адам емеспін.
Мен осы уақытқа дейін не істесем де сені жақсы көргендіктен істеймін. Мен сенің өмірің жақсы болғанын қалаймын. Сен әлі жассың. Қателіктер жасап қоюың мүмкін. Пап, мен... Тоқта. Ең бастысы, сен жақсы білім алып, ертеңгі күні мен жоқ кезде өз бетіңмен өмір сүріп, өз аяғыңа нық тұрсаң болды. Менің бар арманым сол. Түсінем, пап. Рахмет. Жақсы. Сосын кешегі сені шығарып салған бала туралы. Мектептегі алғашқы сезім, махаббат. Өзі солай болады. Бірақ сен бірнешеден кейін Францияға кетіп бара жатсың. Жаңа өмір бастайсың. Өз болашағыңды ойла. Жарай ма? Ақылың бар ғой сен. Бара ғой. Сәлем. Тағы неге келдің? Мен балаларымды қандай қиындықтар күтіп тұрғанын өзің келіп мазақтап айтқың келе ме? Әзірге ешқандай қиындықтар болмайды. Мен ешкімге ештеңе айтқан да жоқпын, көрсеткен де жоқпын. Рас па? Рахмет. Рахмет айтпай-ақ қой. Мен оларды жасырып тұрған жоқпын, тек шындыққа жетсем болды, соны ғана ойлап тұрмын. Онда сәттілік. Сен сонда мені шындыққа жете алмайды деп ойлап тұрсың ба? Сен ақылдысың, бірақ менің балаларыма жетпейсің. Мүмкін осы істі сен шешіп беретін шығарсың. Мүмкін. Кім біледі? Кешіріңіз, апай, кірсем бола ма? Ойбай, қаншайым кіріңіз. Сендерге сөз айтудан қорқатын болдық. Айтпасам, мына нөкерлерің артыңнан тұрып қаша жөнелер бірге. Кешікпе, енді отыр. Рахмет. Все, болдым, апай. Жарайсың, Садырадин. Айтпақшы, Садырадин, мен юрфактың деканымен сөйлесіп қойдым. Ертең консультацияға барсаң болады. Шынымен ба? Иә. Рахмет, апай. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Ол менің жақын танысым. Бәріміз саған үміт артып отырмыз. Садырадин біздің мақтанышымыз. Болды. Сендерді осы кекетуге қойса ғой. Шаршап кеттім ғой. Мен де шаршадым. Асханаға барасың ба? Иә, таңғы ас ішіп үлгермедім. Бірге барайық. Иә? Дәмеле, Ау, бір секунд қалам ба? қазір келем. Жақсы. Тыңдап тұрмын. Кешегі жайлы сөйлесейін деп едім. Иә. Мен де сол жайлы сөйлескім келген. В общем, кешірші. Мен бұндайға қалай барғанымды өзім түсінбей қалдым. Алкогольдің кесірінен болар. Біз бұрынғыдай дос болып қала аламыз ғой, иә? Иә, бола аламыз, иә. Рахмет. Сен түсінетініңді білгем. Тағы да кешір. Иә, ештеңе етпейді.
мүмкін олар жауаптарды бөліп алып бір-біріне айтқан шығар. Мүмкін емес. Оны бәрібір біліп қойып, бірден шығарып жібереді енді. Әлде бір шифр ойлап тапты ма? Мысалы, мұрза. Қайта-қайта үстелден ұра беретін болса, ол күмән тудыратын еді. Онда мен түсінбеймін қалай істегендерін. Сен бұл іске қатты кірісіп кетіпсің ғой. Жоқ әлде шәкірттеріңе қарсы шыққың келе ме? Жоға. Мен тек қана олардың тапқырлығына таңғалып отырмын. Шынымен де қалай істегендерін білгім келеді. Ал сенің ойыңша, олардың келесі қадамдары қандай болды? Менде бір-екі ой бар, бірақ оған нақты сенімді емеспін. Бөлісесің бе? Мүмкін бұл жерде емес, басқа бір жерге барып, кешкі ас ішіп отырып, сол жерде сөйлессек. Мен қарсы емеспін. Бірақ бүгін кешке дейін қалып жұмыстарымды бітірім керек. Мен мұғалімдердің жұмысы жазада болатынын білетін, бірақ дәл осылай көп те ойламаппын. Маған бір нәрсеге дайындалу керек. Жұмыстан кететінің туралы айтып тұрсың ба? Мамаң айтты. Таңғалып тұрған жоқпын. Мамамның сүйікті ісі менің өмірімді талқылау. Неге ондай шешімге бардың? Зағанды ме? Мен асығып тұрған жоқпын. Рахмет, әже. Тынысым тарылып барады, дем жетпей маған, жүрегім тездеп соғады. Асығып саған қайтамын, осы әнімді айта, бұлттар менен айдап, қалыспай келем, тоңса да денем айналып, гүлденеді қайтадан жанымда бұл жай ғана, сол ғана керегі, гүлім деген, гүлім деген. Зымырайтын уақыт жай жүріп қалады, ішімдегі сағынышты сезгендей, тіпті уақыт тоқтап қалса да бірақ жетемін саған берілмей. Күтіп жүрсің білем, сезіміңе сенем, сәл шыдашы жаным, қайтып мен келем. Шыдай алмай кетемін мен де. Қайтамын, осы әнімді айта, бұлттар менен айдап, қалыспай келем, тоңса да денем айналып, гүлденеді қайтадан жанымда бұл жай ғана, сол ғана керегі, гүлім деген, гүлім деген, гүлім деген. Ая? Сен мұнда не істеп жүрсің? Неге телефонды алмайсың, Санжар? Ой, сені ойлайтын қазір дым уақытым жоқ, нервім на пределе мен. Жүр, апарып тастайын ба? Өткенде қайда болдың? По делам кеттім деп айттым ғой саған. Мен бәрін білем. Сообщениені оқып қойдым. Зухра деген кім?
Так. Сен неге менің перепискаларымды оқисың, а? Жауаптан қашпа. Сен мен түн ортасында жалғыз өзімді қалдырып кеттің. Қайда кеткеніңді айтқан жоқсың. Қазір үндемей тұрсың. Жауап бер. Есіме салып жіберші. Мен не үшін отчет беруім керек саған? Өйткені мен сенің қызыңмын, Санжар. Сен бізді үйленеміз деп айттың ғой. Ая. Ты серьезно? Бәрі түсінікті. Жарайды енді, Ая. Тоқташ. Жеңісхан аға, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен Сәуле Совет қыз жіберіп еді. Так, балам, менің уақытым жоқ, не керек? Маған кеңес керек сізден. Осы факультетке түскім келеді. Конкретно қандай кеңес? Конкретно, енді білмеймін. Бірақ маған пайдалы болады ау деген дүниелерді берсеңіз. Сол үшін ашық есік күндері бар. Соған бар. Жоқ, ашық есік күнде болдым. Ол жерден естіген маған жеткіліксіз. Маған бір тереңірек ақпарат берсеңіз. Не күтеді мен, не оқысам болады? Айтпақшы аға, мынау мен оқып шыққан әдебиеттер тізімі. Осыны сәл толықтырсаңыз жақсы болатын еді. Міне, бүгінгі күні жастарының түрі осы мінеки. Өзгенің уақытымен санаспайды. Ай, кеңес керек пе? Сайтқа кір. Мә. Жоқ, аға, сайтқа кірдім. Бірақ мен... Миымды ашытпа. Мен факультет деканымын. Саған документ қабылдап отырған аспирант емеспін. Кеңес керек пе? Кел күзде, ақшаң төле, оқы. Болды. Аға, мен грантқа түсем ба деп едім. Менің ұбытыдан жинаған балым жоғар. Бұлардың әңгімесін тыңдасаң, бұлар шеттерінен алтын, шеттерінен вундеркинд, бәріне грант керек. Өткен жылғы статистикаға сенсек, менің балым грантқа түсуге жеткілікті аға. Техникалық мамандықтарға қазір орын жетпей жатыр. Гранттың барлығын сол жаққа жіберіп жатыр. Бізде енді аз ғана қалды. Бұл өте жақсы, өте жақсы. Өйткені анау ақшаны тегін шашатын бейқабылдарға енді мүмкіндік жоқ. Тегін оқығың келсе, басқа мамандық таңда. Аға, мен тек заңгерлік қызықтырады. Ал. Мен бұл әлемнің әділетті болуына сәл де болсын үлесімді қосқым келеді, соған көмектессеңіз. Ой. Қойшы. Бұлардың бесіктен бері шықпай жатып анау бір креслоға отырып алып, шекелері шылқып отырғысы келеді. Сіз сияқты ма? Не дедің де? Аға, мен сізге шын жүрекпен келіп отырмын. Осы факультетке де өзімнің шын ниетіммен түскім келеді. Ал сіз болсаңыз, мен сияқты жастарға көмек берудің орнына беттен қағып мазақ қылып отыр. Сол дұрыс па? Бала, сен өзіңді тым ақылды санайсың ау шамасы, ә? Маған оқуға түскің келе ме? Бірінші сабағын тыңдап ал. Ол, мен сөйлеймін, сен тыңдайсың. Мен сөйлеймін, сен тыңдайсың. Тегін оқығың келсе, ең жоғарғы бал жина. Ал ондай болған күннің өзінде мен сені грантта қалдырамын деп уәде бере алмаймын. Дизан, мынаң бәрін жаттап болу мүмкін емес. Басым жарылып кетейін деді. Келсем, мүмкін емес сияқты. Сонда бәрі бекер болды ма? Ол жауаптардың пайдасы жоқ па енді? Бірдеме ойлап табу керек. Беріле салу не вариант. Асан дұрыс айтады. Варианттар бар ма? Сұрақтарды бөліп алуға болады. 20-дан бірін есте сақтауға болады ғой. Бірақ біз ентіде оны бір-бірімізге ашық айта алмаймыз ғой. Сонда шынымен де ешқандай толық жоқ па? Бізге ЕНТ тапсыратын компьютерлерге қол жеткізу керек. Сосын, одан не пайда? Әзірше білмеймін. Бірақ ЕНТ бұл бағдарлама. Егер бірдеме істейтін болсақ, бәрі компьютермен байланысты болады. Дұрыс айтады.
бірақ ол компьютерлерге қалай жетеміз? Ол университетте, ал ол жерге кез келген адам кіре бермейді. Иә, оны нақты ойластыру керек. Брат, бәрі нормально ма? Иә, нормально. Точно? Мектепте жұмыс істеу маған шынымен де ұнайды. Бірақ ана мен Нұржамал Ашубасар қызы дұрыс айтатын шығар. Балалармен жұмыс істеу мен сияқтылар үшін қиын. Ал университетте оңайырақ, ол жақта ересектер ғой. Тәрбиелеудің қажеті жоқ оларды. Келісем. Сенің балалармен екі ақпен жұмыс істесем де олармен қаншалықты қиын екенін түсініп үлгердім. Иә, олармен шын пыспайды. Білсең ғой қанша рет олар үшін таяқ жегенімді. Мектепті қимай тұрған сияқтымын. Осы шақты қатты сағынам. Бірақ менің бақытыма орай кейбір оқушыларым сол жаққа университетке оқуға түсуге дайындалып жатыр. Жансая, Айбек, Садрадин. Садрадин? Аха. Ол неге шетелдегі бір беделді университетке түспеді? Сыныптағы жалғыз бас істейтін сол еді ол. Дәурен. Кешір, ең басы істейтін. Иә, Садрадин шынымен де өте ақылды әрі мақсатшыл бала. Бірінші күндерден бастап маған сені есіме түсірді. Несімен? Сендер екеулеріңде ақылмен өмір сүресіңдер, логикамен. Тым дұрыс адамдарсыңдар. Бәрін әділ шешуге тырысасыңдар. Тіпті сезімдеріңе де қарсы шығасыңдар. Сөйлеу манерасы да саған ұқсайды. Жарайды, мен тым көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Жұмыстарым күтіп тұр. Онда кешкі асты басқа күнге қалдырамыз ба? Иә, мүмкін. Тоқта, сен мен қазір кешкі кездесуге шақырып тұрсың ба? Жоқ. Жай ғана достар ретінде кешкі ас ішсек деген ғой. Жарайды, мен кетейін. Жұмысыңа сәттілік. Рахмет. Сау бол, Дәурен Асқарұлы. Я, мам, айтып ұмытпайым. Дәмеле. Сидан. Істеп жүрсің мұнда? Екеуміз жайында сөйлесу үшін келдім. Сидан. Дәмеле қызым болшы. Сен маған ұнайсың. Не начинай, пожалуйста. Баяғыдан бері ұнайсың, Дәмеле. Дос болып қаламыз деп шештік қой. Дәмеле, пожалуйста, сөйлесіп кетейінші. Сен білесің бе, мен бірінші күннен бері сені жақсы көрем. Сен күлген кезде мен ішімде көбелектер сезінем. Мұңайған кезінде мен мазасызданам. Басқа біреумен сөйлескен кезде де мен қызғаныштан күйіп кетем. Дәмеле, сен мен өткізген әрбір сәтің, ол мен үшін өмір. Сол үшін ғой мен 9-дан кейін кетпеген. Сен де маған сезімің бар екенін білем. Қалай қарайтыныңды көрдім. Сосын анау сүйіскенде... Сидан, хватит. Не үшін оның бәрін маған тек қазір айтып тұрсың? Иә, дұрыс айтасың. Сен де маған ұнайсың. Бірақ сен түсіну өте қиын. Өткен сен бәрін приколға айналдырасың. Әрине, маған сен чувство юморың ұнайды. Осындай жарық, позитивный адам екенің ұнайды. Бірақ көп кезде сен тым артық кетіп қаласың. Неге кейде болсын серьезный адам болып, өз сезіміңді ашық айта алмайсың? Өткен Дәмеле, мен сен қасында болғанда мен не то чтобы серьезный болу, мен қалай сөйлейтінді де ұмытып қалам кейде. Бірақ қазір келіп тұрмын ғой. Тым кеш. Мен шетелге оқуға барам. Ал
қашықтықтағы қарым қатынас ұзаққа бармайды. Бір-біріміз кетсек ауыртпашылық алып келеміз, түсінші. Жоқ, енді бірге болсақ бәрі шешіледі ғой. Жоқ, Зидан. Екеумізге де сол дұрыс болады. Короче, универде бір танысымен сөйлесіп көрдім. Ол жаққа жайдан-жай кіре алмаймыз. Басқа бірдеме ойлап табу керек. Тіпті басқа біреудің карточкасын алсақ та жұмыс істемейді. Қатаң қадағалайды. Сол жақты өзгерту керек бізге. Сәлем. О, сәлем. Не істеп жүрсің? Жұмыстан шықтым. Жақсы. Онда сәттілік. Сен сонда вообще джентльмен емессің ба? Түсінбедім. Ну енді таныс қызды көріп тұрсың. Қазір кеш. Даже үйгеден шығарып салмайсың ба? Жоқ, шығарып сал десең, шығарып салайын онда. Кеш болып жатсам. Шығарып сал. Кеттік. Қолдан ұстамайсың ба? Өкініш көздермен бәрін ұққанлайыз, жалыққанлай шешім ойынан шыққанлайыз. Жабайы сүйді, ештеңе байқамай, өкінсің шыныңдайды, ішіңде қарғамай, ішіңде қарғамай. Мен сені алдамай, мен сені ұстамай. Жарайды мен енді сені ұмытам, сезімді жанға суытам. Құр болғаным мүмкін жұбатар, сүймесең айтшы неге жүрегің жылатар. Жарайды мен енді сені ұмытам, сезімді жанға суытам. Құр болғаным тағы жұбатар, сүймесең айтшы неге жүрегің жылатар. Ая? Не істеп жүрсің, бәрі жақсы ма? Мен сенен кешірім сұрайын дегем. Алдында артық сөйлеп қойдым. Кешірші. Ештеңе етпейді. Жоқ, шынымен де қатты кеттім. Бәрі жақсы ойымда ма? Сосын алдында айтқаным туралы. Қорықпа, ешкімге айтпаймын. Уәде беремін. Еще мен саған ренжіген жоқ. Рахмет саған. Маған ренжіп жүрме деп қатты уайымдап едім. Точно нормально ма бәрі? Негізі жоқ. Қанша күннен бері мына нервыға. Настроение вообще ноль. Ешқайда асықса емессің ба? Алматының қызға бағы естелікке толы. Әлі тоңған жүзім, тына жарым, өміріме сыйлайым әнді. Алдадың сен сөздеріммен, бірақ алдай алмайды көздер. Көкейімде бір бар сырым, айтшы
болмаса шығарып салғаның үшін рахмет. Оқасы жоқ, мен джентльменмін ғой. Онда мектепте көріскенше. Тоқташы. Не істеп жатсың? Сүйгім келген. Тоқташы. Асан, сенің үйінде болған нәрсенің мәні жоқ. Солай ма? Солай. Сонда шығарып сал дегенің нәмек емес па? Рахмет. Қайда білем, қайда табам. Рахмет саған, Садыр. Көңілімді қатты көтердің. Саған рахмет. Пока сен де қалай берсін. Әлі керек болады. Жақсы онда. Пока. Сезімге толған көздерің, қалайсыз шын сүйгенді. Аласың өзгеге, ойымнан шығарып тастадым сені. Бірақ өлеңім сені ұмытай алмас, ұмытамаспын сені. Мүмкін университетке кірудің басқа бір жолдары бар шығар. Артқы есік, терезе дегендей. Кім кіреді оған? Сен кіресің бе? Меніңше қауіпті. Егер біз жақсылап дайындалсақ ше, жауаптарды алғандай. Иә. Бұдан басқа вариант жоқ. Опа. Че там, Задрадинчик? Че потерял здесь? А? Сендерге мынау керек па? Келемін әлі де сана бір күнімді Маған НТ-дан жоғары балл алу керек. Қалай болса да. Сендер үшін мейірімді отбасын. Айтқан сөзіңізге дәлел тапсаңыз, шақырыңыз. Аузын жап дейін. Не істейсің әйтпесе? Сен таба алмайды деп ойладың ба?